Сәлем достар, сіздер Томи YouTube каналындасыздар. Бүгін біз Томиға арналған қойыспе пісіретін боламыз. Бірінші етін қырып аламыз, одан кейін сәбіз, пияз, болгарский перец қосамыз, жақсылап қуырамыз, томат қоссаңыздар болады. Мен домашний ковра қостым, аджика. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін болгарский және полукорки перецті қостым. Мен замораживать етіп қойғанмын на зиму. Соны уже пайдаланып жатырмыз. Барлығын жақсылап қуырып аламыз. Бізде қазір томирис 3 жастан асқаннан кейін кішкене ет жемеймін, пияз жемеймін деген басталды. Сондықтан мен сәбізді қоспадым, және де шөптерді, яғни укроп, петрушка басқасын кішкене аз-аздан ғана қосатын боламын. Осылай қолкеспені заранее кесіп дайындап қойған болатынмын. Үйде кептіріліп тұр. Барлығын жақсылап қуырып аламыз. Қуырып болғаннан кейін осылай суын құйып, одан кейін мен укроп қостым, және де кеспесін салдым. Оның алда картошкасын салған болатынмын. Суы қайнағаннан кейін осылай картошкасын кеспесін салып, жақсылап пісіріп аламыз. Сіздерге ас болсын. Мен негізі тамақ жасауға жоқпын, мүлдем. Үйдің тамағын ішсінші деп балалар үшін жасағанмын. Міне біздің тамағымыз уже пісті, дайын болды. Қазір дәмін көретін боламыз. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Біздің каналға жазылыңыздар. Міне достар, біздің тамағымыз осылай боп шықты. Ас болсын.